Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Бибан Кизет, және де бүгін біз Майнкрафт ойнайтын боламыз. Мен жаңадан асылған болатынмын. Яғни мен енді ғана блогер болып бастап жатырмын. Но менің братишкамның үйі салған. Енді ресурс жетпей қалған. Мен енді 3 уровеньмен дамыған адам, мынау 1 уровеньмен дамыған адам. Менде оның үстіне мынандай этаж бар. Бүгін біздер выживать етіп ойнайтын боламыз Майнкрафтта. Ойбай. Мына жерде тағы бір қора бар еді, оны крипер жапсыды. Жерде зомби ма бір нәрсе жүр. Крипер жарып тастады. Сәл даусын қосайын. Мен даусым жақсы естіліп тұр ма? Алло, бір. Бүгін не істесем болады? Мен криша істеймін-ау деймін. Артта шулап жатқан дыбыстар естіліп жатса, кешірім сұраймын. Қарындастарым ойнап жатыр және інім. Кеттік біз фармит етіп келейік. Ағаш тастарды. Қазір мен осының бәрін фармит етіп болғаннан кейін жалғастырамын. Міне, мен мына талдарды фармит етіп алдым. Қанша ағаш? 28 ағаш болды. Осы жетіп қалады деген ойдамын. Ойбай. Мен осының бәрін блогер болам деп жасадым. Сіздер ойламаңыздар. Творческий дегенде және. Қазір күте тұрмыздар. Кешіріңіздер. Әпшем келіп қалды. Енді қазір дұрыстап қойылайық. Осы жетіп қалар. Лестница жасайық. Лестница дегенде осы жетеді деген ойдамын енді. Ашып қойсылар. Қай жерден жасаймыз? Мына жерден жасаған тиімдірек сияқты менің ойымша. Комментке ойларыңызды жазып кетіңіздер. Егер сіздер бәріңіз айтсаңыздар, лестницаңды ауыстыр деп, мен ауыстыратын болам. Егер ұнамаса. Бұл бірінші видео болғандықтан сіздерден 100 лайк сұраймын. Ой, жай тұра берсін, кейін сөйлейміз. Міне, қойыл. Жарайды. Онда мен осының бәрін қойып болғаннан кейін видеоны жалғастыратын боламын. Міне достар, осылай жасадық. Бізге ресурс жетпей қалды. Қазір соны фармит етуге барып жатырмын. Сәл тамағым ауырып тұрады. Жаңылайық. Артта дұрыс шығып жатқан білем енді. Сол үшін кешірім сұрап жатырмын. Кешіріңіздер. Қазір мынаның бәрін фармит етіп болайын. Сосын мына талдарды өсіріп. Айтпақшы достар,
мына жерде мен тауық қорам бар. Егер білмегендер болатын болса айтайын. Бұны алдында салған болатынмын. Енді ол кезде ағаш болмады, сондықтан тастан салдым. Жарты ресурсымды інімнің үйіне бердім енді. Осы үйдің өзіне қанша ресурс кетіп қалды. Егер осы видеоға 100.000 лайк жиналатын, 100 лайк жиналатын болса, мен келесі бөлімді бірден түсіретін боламын. Анаға жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылыңыздар. Тағы не айтайын? Болды. Жазылыңыздар. Лайк басыңыздар. Анаға тіркеліңіздер. Хотя бы осы видеода 20 подписчик болайық. Мақұл. 10 подписчик болайық. Құдай қаласа ол күнге де Құдай жеткізсін. Карантинде ішім пысып, осы видеоны шығарып отырмын. Бір қарындасым бар еді, өзі бұзық. Кішкентай еш нәрсе білмейді ғой енді. Жасы бірде. Соған ұрсып жатыр дегенде ойнатып жатыр да. Әзілдеп дегендей. Анаға жазылыңыздар, міндетті түрде. Өтінемін деген. Ал осы видеоға 100 лайк емес, 200 лайк жинайтын болсаңыздар, мен сол ініммен видео шығаратын болам. Інім де жақында канал ашпақшы болып жүр. Енді қалай түсеміз? Кешіріңіздер. Онлайн сабақ болып жатқандықтан маған көп келіп жатыр. Оппа. Видеоға 7 минут болыпты. Енді 7 минут аз деп ойлаймын. Тағы да қандай видео шығарсам болады. Қандай жақсы нәрселер. Енді бүгін егінмен айналысайын онда. Егінмен айналысу үшін тоқтаңыздар. Бірінші біздер топор жасап алайықшы. Нормально. Топор айтпесе. Бұндайдан профессионалсың ғой. Егіндеріміз өсіпті. Шағын егініміз. Айқайлама деп керек еді оларға. Қандастарым. Блин. Әлі сабақ болып жатыр. Міне мен егіп қойдым. Мұнау не десеңіздер, бұл менің шахтам. Бағанағы 25 темірді қайықтан таптың десеңіздер, міне сіздерге жауап. Енді бұдан тапқан жоқпын ешкім қазір. Міне енді мен әпшем енді жинап жүрді. Үйді біз Шымкентте жүрміз қазір.
Бағанағы темірдің бәрін қаяқтан таптың десеңіздер, басқа анау аяқтағы шахталардан таптым. Бұл өте шын сөзім. Ойламаңыздар, творческий. Мен творческийден салсам, бірден айтар едім. Бұл творческийдан. Творческийдан осындай салам ба? Творческийдан салсам, үстіне лавалар құйып, әдем қылып жасайтын едім. İstesem болады. Videoda. Әне мүйін көрсетейін. Әне мүйінде осындай енді. Мына осындай заттар бар. Қалған заттар өзінде оны. Мынаны не істеп кеткен інім. Салып атқан кезде ойыннан шығып кеткен. Скелет. Дұрыс естілмей жатса енді айып етпеңіздер. Келесі жолы наушникпен түсіретін болам. Мынаны жей салайықшы. Өлеміз біз. Алға скелеттерге шабуылда. Қосылып тұрған шошып кеттім ғой. Екіншісі қайда? Екеу жүрген сияқты ғой. Шошып кеттім ғой. Қарным ашып жатыр. Қанша уақыт болды видеоға? 12 минут болыпты. Қазір 15 минут болғанда видеоны аяқтайтын шығармын. Әпшелерім кіріп шыға береді. Қазір мен ең төбесіндегі этажға терезе жасайтын шығармын. Әйтпесе болмай тұр. Примерно бұлай. И сосын бұлайынан жасайын ба. Өзім бір нәрсе алып жасап тастайым. Төбесіне де істеп қояйық. Жоқ, керек жоқ. Қазір ден қылайық. Ден қылып жүрген мынадай алшып кетті өш. Бізге қой керек еді, қой. Қой бар ма? Братышка, қой бар ма? Мына тоқтар жа. Жарайды. Осымен видеоны аяқтайын. Егер сіздерге видео ұнаған болса, смело лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп, колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал енді видеоға сау болыңыздар. Жеттер.